Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бір туған қырғыз елі, бүгін бамдат намазынан кейін суық хабар келіп жетті. Үлкен ұстазымыз бізге де ұстаз болып кетті. Чубаға жағамыздың дүниеден өткенін естідік. Аллах рахымын алсын ол кісіні. Тағдырға бойұсынып, тағдырға қарсы келмейміз. Аллахтың қиыншылығына сабыр етіп, қуанышына шүкіршілік етуімізді Аллахым насіп етсін. Чубагажының уағыздарын күн ара тыңдайтын едім. Жалғыз мен емес, көптеген қазақтар тыңдап, кейбір өзінің сұрауларына ұстазымыздан жауапты алып үлгерді. Қайғырып қырғыз еліне ажымыздың бала шағасына көңіл айтамыз. Бекем болыңыздар. Қазір кең тараған індеттен Аллахым сақтасын. Ауру жатқандарға Аллахым шипа берсін. Алымдарымыз аман болсын. Чубагажы жиі қылатын дуасында Құдайым шерменде қылмасын. Ол кісі әрдайым білімге, ғылымға, кітап оқуға шақыратын еді. Артында қалған шәкірттеріне Аллахым күш-қуат, зейін нәсіп етсін. Қайғыларыңызға ортақпыз. Әрбір қайғы қасіреттен кейін Аллахым уәде еткендей жеңілдік берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.